ертеде ешкі жүні біртіде бір күні әже мен ата болыпты. Атасы былай дейді: «Ей, кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші». Менде ұн жоқ қой. Ей, тап. Жарайды. Ұн бар. Мен бауырсақ пісірдім. Үстелмей. Кемпір бауырсақ пісірді. Бірде бауырсақ тіріліп кетіпті. Мен қашып кетейін. Бауырсақ қайда? Бауырсақ, мен сені жеп қоям. Стоп. Мен саған ойланып берем. Бауырсақ мызылдаған, әжем мені пісірді. Атамнан да құтылдым, әжемнен не құтылдым. Енді сенен құтылам, қиын емес болмаған. Бауырсақ домалап келіп: Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Стоп, сен мені жеп қойма. Мен саған өлең айтпен. Бауырсақ мызылдаған, әжем мені пісірді. Атамнан да құтылдым, әжемнен не құтылдым. Қояннан да құтылдым. Қасқыр, енді сенен не құтылып қашып кетем. Бұл маған қиын емес. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Стоп. Мен саған өлең айтпен. Мен бауырсақтың зулаған, әже мені пісірді. Атадан да құтылдым, әжемнен де құтылдым. Қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Енді сенен құтыламын, қиын емес бұл маған. Ой. Бауырсақ, мен сені жемеймін. Маған өлең айтып бере қойшы. Бағана сен қоянға, қасқырға, аюге өлең айтыпсың. Айта ғой. Жарайды. Бауырсақтың зулдаған, әжем мені пісірді. Атамдан да құтылдым, әжемнен не құтылдым. Қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да құтылдым. Қойшы, мен сені естімей атым. Менің қолыма отыршы. Маған енді жақындап айт. Бауырсақтың зулдаған, әжем мені... Көзіңді жұмып айт. Бауырсақтың зулдаған, әжем мені... Деп бауырсақты түлкі шеп қояды екен.